Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен клубника в шоколаде дайындаймыз, яғни құлпынай шоколадпен. Бізге ең алдымен құлпынай керек. Яғни біз құлпынайымызды жақсылап жуып, оны тазартып, бірнеше мәрте жуып алғаннан кейін, осылай біз оны құрғатамыз. Енді біз қандай да бір құрғақ салфетканың көмегімен барлығын жеке дара құрғатып шығуымыз керек. Біз құлпынайларымыздың барлығын тексеріп шығамыз. Қандай да бір бүлінген болмаса басқа да құлпынайлар бізге жарамайды. Міндетті түрде өте әдемі көрінетін және үлкен құлпынайларды қолдануымыз керек. Енді біз өзімізге керекті шоколадымызды ыдысқа құйып аламыз, салып аламыз. Бізге ақ, қара және күлгін түсті шоколадтар керек. Оны микроволновкаға салып, араластыру көмегі арқылы осылай қалыпқа, еріген қалыпқа келтіреміз. Біз қандай да шпажкаларымызды құлпынайға қадаймыз, таяқшаларымызды құлпынайға қадап, құлпынайды міндетті түрде тағы да салфеткамен жақсылап сүртіп аламыз, және оның жапырақтарын міндетті түрде төменге қарай бөліп алып қоюымыз керек. Және шоколадымызға жақсылап оны батырып аламыз. Барлық бөлігі міндетті түрде әдемі болып батуы керек. Біз таяқшаларымызды тұрғызып қоюымыз керек. Ол үшін біз қандай да бір ыдысқа шекер болмаса тұз, яғни осындай заттарды салып, шелектің қандай да бір ыдыстың ішін толтырып аламыз және соған қадап отырып кептіреміз. Мінекей біздің шоколадтарымыз осылай әдемі болып келеді. Бұл қара шоколадпен түрі, ал енді мынау ақ шоколадпен түрі. Міндетті түрде біз осы жаңа жапырақтарын міндетті түрде артқа қарай қайырып қоюымыз керек, яғни біздің құлпынайымыз толық батып тұруы үшін. Ал енді біз күлгін шоколадты, ең бірінші біз шоколадты микроволновкадан алғаннан кейін міндетті түрде осылай қасықпен қозғап барлығын толықтай ерітуіміз керек. Солай ерітіп болғаннан кейін барып біз құлпынайларымызды таяқшаға салып, осы еріген шоколадымыздың үстіне аунатып аламыз. Және осылай қойып барлығын жақсылап кептіреміз. Ал енді біз бетіне глазурлер дайындауымыз керек. Глазурды дайындау үшін біз өзі салафан, өзі дайын пленкасына біз шоколадымызды салып, микроволновкада ерітіп аламыз. Және міне видеода көрінгендей етіп, осылай әсемдеп әрлеп шығамыз. Өздеріңізге қандай формада ыңғайлы, сол формада жасасаңыздар болады. Біз осы құлпынайлармен гүлді букет жасайтын болғандықтан біз барлық жағынан міндетті түрде осылай дөңгелек формасын келтіруге тырыстық. Ал егер де сіз қандай да бір коровкамен ұсынатын болсаңыздар, онда жай ғана бетіне зигзаг форматында жасасаңыздар болады. Бұл енді біздің гүлдің букетіне жасалатын болғасын, міндетті түрде барлық жағына әдемі болып жағылуы тиіс. Менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписаться батырмасын басып алыңыз, жақында сіздерге банановый шоколадені ұсынатын боламын. Оның да жасалу жолын сіздерге көрсетемін. Міне біздің шоколадтарымыздың барлығы дайын болды. Міне осылай жасалады клубника в шоколаде. Сіздерге ұнаса, маған лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз басқа да әр енгізу үшін біз осындай бірінші шоколадымызды жақсылап ерітіп, осылай клубникамен аунатып алғаннан кейін, осылай бетіне дәнектерді сеуіп, басқа да бір ерекше форма жасай аламыз. Бұл арада да міндетті түрде осылай кептіріп алуымыз керек. Міндетті түрде шоколадымызды еріп, яғни сол клубникамызды араластырғаннан кейін клубниканы батыра отырып жасауымыз керек, дәнектерді себуіміз керек. Шоколадымыз кеуіп кеткеннен кейін ол дәнектерді бетіне сеп алмаймыз. Мінекей біздің шоколадтарымыз дайын. Ең алғашқы рет балам дәмдатып көрді, балама өте қатты ұнады. Реакциясын өзіңіз көріңіздер, қараңыздар, өте керемет, дәмді деп айтып жатыр. Сіздерден қолдау күтемін. Менің каналыма тіркеліңіздер, төмендегі подписаться батырмасын басыңыздар. Барлық ерекше жаңалықтарды міндетті түрде біліңіз. Мансұр, қандай екен дәмі? Әкем қандай? Ой, жарайсың.